Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің ойымша мынау Шавкат Рахмоновқа біздің халықтан өткен көмек керек. Нақ десең оны травить етіп отқан сияқты. Есіңізде болса баяғы Мақсат Үсенов дейтін экспан директорының баласы мынау Алматы қаласында БМВ-мен ұшып келе жатып уылдаймас 6 адамды қағып кеткен остановкада тұрған. Соның ішіндегі бір адам қайтыс болды. Бесеуі әртүрлі жарақатпен больницаға кетті. Сол штрафпенен құтылып кетті. Уылдаймас отягчающие обстоятельства. Штрафпенен құтылып кетті. Кейін машиненді айдап жүрген адам. Усенов, сбивший 6 человек, освобожден по причине примирения сторон. Об этом сообщили в ДВД Алматы. Напомню, ДТП произошло в начале декабря. Тогда на месте скончался 23-летний парень. Еще одну девушку госпитализировали в больницу. Сам водитель BMW X6 с места происшествия скрылся. Позже его задержали. Максату Усенову предъявили обвинения по 2 статьям Уголовного кодекса: нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, и оставление места совершения ДТП. Кейін мынау Шавкат Рахмоновтың келіншегі сондай авария болды. 2 адам қайтыс болды, қасындағы туған әпкесі, құрбысы қайтыс болды. Олар қарсы емес, ешқандай настаивать еткен жоқ, соттасын деп, смягчающие обстоятельства. 4 баласы бар, 2 жастан 9 жасқа шейін кәмелетке толмаған. 5-ші бала ішінде. Соған қарамай 5 жыл бас бостандығынан айырып жіберді. Өздерің қалай біліңіздер. Ашен невооруженным взглядом видно дейді орысша, что это заказ. Ол заказ қаяқтан болған. Оны мысалы Тоқаев те біледі, Шавкат Рахмонов жеке қабылдады, ой мен қылам, ішкі істер министрі біледі. Солардың бәрін құрсатымен мен пікірім күмәнім бойынша жасалып жатқан сияқты. Ол неден бастады? Баяғыда Шавкат Рахмонов өзі қазақи, мен қазақпын, не қылам деген сөйтіп, қазақтың байлығы Қазақстан халыққа болу керек дегеннен кейін мынау менің пікірім күмәнім бойынша, болжам бойынша мынау бірінші очередь Шодиев дейтін біздің жау, біздің билікті бәрін патрахами сатып алған, артына қолын тығып алды или жоқ тағы басқа бір нәрсені тығып алды ма, соны біздің байлығымызды тонап, ішінен 5-10% тастап, сөйтіп шырайландырады. Сөйтіп киім, цхай, мұхай, солар ғой тонап атқан біздің байлықты. Кейін билікті жақтырмайды. Шавкат келешекте должностьқа не қылама, Головкинге қарсы болама, соперник болама билікте. Жоқ, анау немнеге баяғыдан Назарбаев осындайларды популярный, ол кейін келесі өзін ойлайтын дейді, популярный ба деп. Халықтың ішінде. Популярность жағынан конкурент болып, ондайлардың күшті қазақтарын бәрін құртып келе жатты, ол белгілі. Сөйтіп Тоқаевқа сол рельспенен келе жатыр, мен пікірім күмәнім бойынша оғанда на руку. Сөйтіп осындай травля болып отыр. Білесіздер ме? Сөйтіп оның үстіне ол аздай қазір енді бәріңіз мынау Экшпейннен кейін уже белгілі болды ғой, шайтан бар екен, көзімен жетті ғой. Шайтандар жиналғанда, олар бір-бірімен мақтанады. Кім көп жанұяны ажыратқан. Ол жағынан мастер. Шавкат Рахмонов әйелімен 5 баласы бар, Құдай берген әйелімен ажырасып кетіп отыр. Соның барлығы қарағанда тірлігі, соның менің күмәнім немнен бойынша көз қарасы мынау Шодиев, КНБ-нің бұйрық беріп, Гаджиев әсіресе Ислам Махачевтың сопернигі, Ислам Махачев бұдан қорқады, жеңіле ме деп, сөйтіп оның үстіне осындай әрекет жасап жатыр деп ойлаймын. Нақ десең, уже мына жерде Сулы дейтін біреу бар, мен білмеймін, қазақ емес сияқты, бір Қытай ма, Қытаймен смешанный бір нәрсе ма, сондай өзіміздің Қазақстанда отырып, жамандап отыр, өзінің немнесінде тағы 3-4 өзі сияқты блогерлер бар, боттар КМБ бәрі поддержка отыр, немелерін оқысаңыз, ол айтты Шавкат Рахмонов УПЦ-де шалдармен төбелесті, бүйтті, сөйтті, қалай ол сразу 3-ші орынға. У него были все старики и проходные бойцы. После победы как раз-таки над Джофф Нилом он был, по-моему, 7-й, а потом стал 3-м. Но как он стал 3-м? Он победил Вандербоя. Имя его забыл, но вот этот Вандербой, 40-летний чувак, который до этого год не дрался. Он вышел, его засабмитил. Если вы помните, он сзади, спину забрал. Да, вот это. Он его засабмитил. И он стал 3-м. После этого у него был поединок с Иэном Гэри. Чувак, который занимал, по-моему, 7-ю строчку рейтинга. И все. До этого у него были все старики и проходные бойцы.
соған қарағанда заказ келген талап атыр, түсіндіңіз ба? Ол мысалы рас болса да өзін мемлекеттің өзін спортсмен ешкім өйтіп жамандамайды. Өзбектер Россияны жамандай ма? Жоқ. Шавкат Рахмонов өңкей күштілер жеңген. Без проигрыша, бәрін досрочно. Соған қарамай мынау жағы шайтанның күшігі жағы иттердің жағы қаншығы деп ойлаймын, сөйтіп істеп жатыр деп неғып жатыр. Мен де соған мынау баяғыда жағы мынау қазақтарды подставлять еткен жағы әбден Сапиев сияқтылар керек. Баяғыда Астана Арланс жағы Тайгерс узбекский не қылғанда жақсы боксерларды алып тастап, орны боксер емес біреуді мен ақ үшеуін жеңетін сондай боксерларды қойып, сөйтіп әдейі жеңіліп, сөйтіп өзбектер жағы бізден биік болсын деп, бізден немене қылсын, алдымыздан шығып кетпесін деп істеп жатқан әрекетті. Мына жерде немде де көрсеңіз жағы Еркебулан төбелескенде ана Қуат Хамитов болды Арменияда. Сонда өзбек немнесі өзі білдіріп қойды өзі кім екенін. Бізде брат дейді ғой. Мы дейді Қазақстан и узбеки, казахи считаются соперниками, а это казахи соперник болмайды, это мы лучшие деп әбден не қылып жатыр. Міне өзбектердің қалай не қылып жатыр. Енді ол мәселе олардың өзбек халқын кінәсі емес, ол біздің билігі бәрі не қылып жатқан. Шавкат Рахмонов қазақ емес өзбек, басқасын басқа аналардың жағы біздің боксерларды засудить етсе, анау Рахимов жағы солардың Всемирная ассоциация судың төрағасы болып наркоборон. Соны айтқан істеп жағы сөйтіп жағы біздің атей боксерлар засудить етіп жатқан. Оның жағы ешқандай өзбек халқының кінәсі жоқ, тек қана біздің сатқын биліктен мен күмәнім бойынша жасалып жатыр. Сол үшін мынау бәрімізге жиналып ел халық болып мына Шавкат Рахмоновты алып қалайық. Ол жағы қазір анау біздің ағайын нағыз қырғыз бауырларымызды өмірде көрсеткен, дәлелдеген бауырымыз екен. Анау желтоқсан екен қалай шырылдады олай қазақтар туралы. Сөйтіп анау оңғоры бойыма бір болмен төбелестіріп организация етейік дейді әтейі. Ол жағы Шавкат Рахмоновтың ар жағында жағы ұтылған жағы әлі Шавкат Рахмоновқа шейін жету керек. Соны Қазақстанды өткізейік деп сонымен не қылып жатыр. Басқасы бар, жағы қайдағы Шавкат Рахмоновтың рейтингі төмен. Сөйтіп әтей бойдың алдында Шавкат Рахмоновты әсіретеді, шайтан арқылы, тамыр арқылы. Жоқ анау тағы да допинг беріп па, анандай Алимханұлы сияқты. Жоқ анандай тамағына слабительный басқа тамақтар береді. Енді бойдың алдында шыққанда айтамын ғой, что-то мен әлсіреп баратым деп сөйтіп, аман ұтылқызады, сонды да сөйтіп. Талай біздің боксерлар жағы спортсмендер құртып жатыр біздің билік. Енді бұл жерде ең бас заказчикі Гаджиев мынау. Біздің биліктің бәрін жағы 21-ші бас бармағында бір шыр айландырып жүрген деп ойлаймын. Мен пікірім күмәнім бойынша Гаджиев и Шодиев, Ким осылар жасап жатқан. Сол үшін мынау Шавкат Рахмоновты қолдайық. Шавкат Рахмоновтың жағы әйелін, келіншегін босатсын деп талап етейік. Нақ десең, мына апелляция бар. Ашин адамдар удаймаса тек шашы штрафпен құтылады да. А мынау батыр анау ғой қазіргі заманда. 4 баланы туды. Мынау 5-ші бала ішінде. Аллаға шүкір, Аллаға тоба. Мас емес, жазым болды. Оны 5 жыл ұрып жеді. Сонымен не қыла берсен, жоғарғы сот төрағасы берді замешін. Кім министрдің өтінде? Тоқаев барлық. Айтса Тоқаев деп қойыңдар. Бұны Шавкат Рахмоновтың жағы бұл келініміз он. Бұл жерде адам не olған жоқ, саналы қарсы емес. Жазым никто не застрахован. Масқара ғой. Еш болмаса жағы не дейді анандай бір үйінде отырып жағы не қылса болады ғой. Штрафпен құтылғызады. Сонда Шавкат Рахмоновты қолдап, жағы қорғауымыз керек. Жәнібек Әлімханұлы екен. Екеуі көзге түсті. Түбілмен Жәнібек Әлімханұлы өзі көріп отырсыздар. Қалай не қылған допинг подкинуть етіп, допингті беріп, кейін бір поясын алып қойды. Сөйтіп мына жерде мәз болып, Головкин жағы Всемирная ассоциация против борьбы с допингом, соның төрағасы президенті жағы Гаджиев үшеу мәз болып сөйлеткен тұр. Гаджиевтің қасында өңкей жағы қазіргі депутаттар ішіндегі мынандай спортсмендер қазақтар түбіне жеткізген. Сондайлар жинап отқан. Енді мен мына жерге айтып атқан бәрі мен тек қана күмәнім, пікірім, болжам. Рас емес пе сіздер өздеріңізді өзің жағы немне пікірлерді қалдырсаңыз болады.
Бірақ менің ойымша мына Шавкат Рахмонов пен Жәнібек Әлиханды қолдап, мына Шавкат Рахмоновтың келіншегіне жағы, мына соттағылар бетсіз жағы, кім Жамбыл облысында соттады дейді ғой, 5 жыл ұрып жетті. Соның өзіне керек болса, өзін соттап жіберу керек. Қалай ол? Алар настаивать етіп тұрмаса, дисциплинарный комиссияға шығарып, оны абсолютно заведомо неправосудное решение деп жағы не қылып жіберу керек. Нақ десеңіз, аналар настаивать етіп жатқан жоқ. Ол генеральный прокуратура нақ қалмайды. Соларға прокуратура да бұл жерде қатысқан. Прокуратура да сөйтіп настаивать еткен, наверное. Осындай срок берсін деп. Түсіндіңіздер ма? Сөйтіп, осы картинаға общем қарсаң анализ еткен, бәрін сатып алған ғой бұлар. Аналар мәз өз тек қана қубастарын ойлап жатыр. Көріп тұр Қазақстан жағы талан тараз болып жатқан, сол үндемей отыр. Өздері миллиондарын бар, өздері сақтап жағы билікте отырған жағы силовиктер, надзорный органдар жағы, министрлер, жоғарғы соттың төрағалары деп ойлаймын. Ол бұның бәрі мен айтылған пікірім, күмәнім, болжам тек қана. Сіздер мен осы айтылған пікірім, болжамына, күмәніме көз қарасым, өздерің көз қарастарыңыз қалдырсаңыз болады.